Менің аты-жөнім Вьюшкина Виктория. Учаскелік полиция инспекторының көмекшісі лауазымында жұмыс істеймін. Ұлтым Украин. Владею государственным языком, также веду документацию на государственном языке. Государственный язык мне помогает в работе с гражданами, также с моими коллегами и в работе. Біздің Солтүстік Қазақстан департаментінің өзінде 20-ға жуық басқа ұлт өкілдері жұмыс істейді. Әркім қазақ тілінде түсінеді және қазақ тілінде сөйлей алады. Жалпы мен ойым, әрбір қазақстандық азамат қазақ тілін құрметтеу керек және қазақ тілінде сөйлеу керек. Болмаса қазақ тілінде сөйлесуге тырысу керек. 1 мая – это исторически важный праздник для нашего Казахстана, для казахстанцев, потому что когда-то были депортированы с других стран в Казахстан представители разных национальностей, где казахи приняли их с добротой и радушностью, и где оказали им помощь. И с тех пор этот праздник считается очень важным для нас. Мемлекеттік тілде іс қағаздарды жүргіземін, азаматтарды қазақ тілінде қабылдаймын. Содан кейін әріптестермен қазақ тілінде сөйлей аламын. Және әрине тілдесуде маған өте оңай, және басқа да адамдармен қарым-қатынас жасауға, немесе олардың құқықтарын түсіндіруге, оларға көмек көрсетуге маған өте үлкен септігін тигізеді. Получается, в детстве моя бабушка отдала меня в казахский класс, и с 1 по 11 я училась на казахском языке. Потом, когда выбор пал на поступление в вуз, я поступила в Кустанайскую академию ВДРК имени Шабека Калубаева, и там я выбрала взвод с казахским языком, где там же обучилась 4 года на государственном языке. Мектеп оқыған кезімде республика бойынша 1-ші орынды алдым. Қазақ тілі олимпиадасы бойынша, содан кейін мектеп кезінде және қазіргі уақытта да абай оқуларына қатысып жүремін. Және басқа да қазақ тілі аясында көптеген сайыстар мен олимпиадаларға қатысып жүрмін. Мағжан Жұмабаевтың «Мен жастарға сенемін». Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін.